Мақтан емес, бұл сөздерім жазылған. Бақыттымын, егер болса түсінетін табылған. Ақынмын деп айта алмаспын, әйтеуір бір талпынған. Мен пендемін, әрбір сөзім жүрегімді мың жарған. Өмір майдан, сонда жүрген мен болам. Бала кезден жетімдік жоқтық қинаған. Аян көрдім, сен жазасын кел балам, деп бір қария маған нанын ұсынған. Қайдан білем, мектептегі баламын, сабақ оқу, ойын ойнау бар болған. Арасында әнші болам, сол арман, дейді екенмін, біреу болса сұраған. Өстік кеттік, басқа жолға салды өмір. Оқыдым, шарқырадым, мен өстім. Тағы көрдім мен аянды, қол жүгір, алға бас сен жазады деп сендім. Шырт ұйқыдан мен оянып ойландым. Гүрілдеген қызметтедім биікте, қалай қиып мен кетемін. Ол барым, бала шаға, ойын күлкі, тұрп етпе. Бірақ бәрі бір Алланың қолында, бар қызметтен бірақ күнде айрылдым. Түсті еске сол аян, қалам болсын қолыңда, жазып көрдім, сонда екен бақытым. Бірақ заман әкетеді-ау ағынмен, бала шаға, туыс жекжат бәріне. Тағы кеттім, мен айналып кәсіппен, қалам қалды, тағы тайдым мен серттен. Бірақ бұл да созылмады-ау ұзаққа, тағы қалдым мен тақырда, мазақта. Бар көргенім қарыз болды жан жаққа, енді ойласам осы дұрыс, сауапта. Мен пендемін, бірде тәубе, бірде жоқ. Енді бүгін аш болсам да көңіл тоқ. Бүгін жүрек тек әнім деп енді соқ. Жаратқаным басқа тілек менде жоқ.